келген. Бекбулатаның енді қасиетін ор бойынан бермен қарай қоныс аударған кезінде Бекбулат ата, Дербес ата, Ойсылғар ата үшеуі ор бойынан бермен қарай жаңағы елді жерімізде жаман қатты қан төгіс соғыстар болып, ашаршылық замандар болып, сондай қиындық басына түскенде өзінің жаңағы елінен бермен қарай жалғыз жиені бір қыздан бұрында Бекбулат ата бір қыз болған. Ол Көкұлыға күйеуге тиіп, Есет батыр дүнияға келтірген. Сөйтіп жалғыз жиені Есет атаға қарай қоныс аударып келе жатырып, мына жанымызда Екемшек тау бар, Қосқоңыр деп аталынады. Ол да баяғыда Айдаркетеден тараған Қызауле болған. Ол өзін жерленген жері жоқ, бірақ қайтыс болар кезінде елімізді, жерімізді жаудан қорғап, қолына қылыш ұстап, ол да батыр қыз болған, әулиелік қасиеті болған. Сөйтіп мына екі тау қылып ұстаған, аналық қасиетімен қорғап жатқан, 62 тамырдың ұшымен ұшып берем, дертіңе шипа, жаныңа қорған болам деп, осындай өзінің ырымын жасайды. Адамдар сол тауға жер шуын алады ұшынан. Сөйтіп Бекбулат ата осы жолда Есет атаға кетіп баратқанда, алақанмен аялап жатым, жаныма жалау бол деп тоқтатқан екен. Сөйтіп Бекбулат ата осы жерден дүзден бұйырып, осы жерде өмір сүрген, осы жерде қайтыс болғасын топырақ беріп, осы жерде жерленген, мына Қызауленің етек жағында. Қазір Бекбулат атаның жанында тұрып қараса, Қызауле жаңағы қолын созып жатыр, алақанда Бекбулат ата жатыр. Сөйтіп, маған түне Есеттен тіле, 7 күнде жетістірем, 10 күнде оңғарады Есет, өлмеген рухпен қолдайым, өшпеген дәулет, шексіз ырыс несібе берем деп Бекбулат ата кезінде солай айтқан екен. Неге ол өзіне түнеп Есеттен бата ал дейді, себебі ол өзі жол батасын берген Есет атаға. Елімізге, жерімізге осы жау деген жайпап бара жатқанда не амалы болмағасын 13 жасар Есетті шақырып, арғамағатқа мінгізіп, қасиетті қылыш соғып, ешкім жеңе алмайтын, ешкім өлтіре алмайтын, өзінің Алланың берген өлшем уақытына жететіндей, сондай ел қорғауға аттандырған екен. Сөйтіп, жаңа ердің соңы Есет, бірдің соңы Бекет, мына жарық дүнияда енді бұдан асып түсетін ер болмайды деп айтты дейді. Сөйтіп, мінекей қазіргі заманда соның бәрі біздің алдымызда тұрған жайы бар. Біздер қазір мұны Бекбулат атаға түнеп, Есет атадан тілеп, Бекет атадан бата алып жүрген жайы бар халықтың. Енді деген жаңағы Бекбулат ата өзі айтқан ғой, дертіңе шипа, жаныңа қорған болам деп. Сөйтіп батасын беріп, сөйтіп барлығымызға да осындай өмір беріп, әйтеуір шықпаған жанға себепші болып, жаңа ем шипасын салады, жол батасын, жол ашып, адам баласының әйтеуір несібесін толтырып, енді өлмеген рухпен қолдаймын, өшпеген дәулет, шексіз ырыс несібе берем деген екен.